Hello everyone, барлықтарыңызға сәлем. Сіздермен сымбат. Бүгін біз ағылшын пәнінен 5-ші сыныптың 3-ші тоқсандағы 2-ші БЖБ-сына талдау жасаймыз. БЖБ-ның тақырыбы Fantasy World, ғажайып әлем. Бірінші тапсырма бізде writing, жазбаша тапсырма. Task 1. Look at the map and choose one of the buildings below and describe your route from the shop to that building. A. Museum, B. Cinema, C. Library. Describe your route. Яғни бізде карта берілген және тапсырманың берілгенде 3 ғимарат берілген: музей, кинотеатр және кітапхана. Осы біз shop деген жерде you are here деген жазуды көріп тұрмыз, яғни біз сол жерде тұрмыз. Біз сол өзіміздің тұрған жерімізден жаңа тапсырмада берілген 3 ғимаратқа қалай бару керектігін жазуымыз керек. Негізі сіздерге біреуін таңдап соны жаз деген, яғни маршрутты құрауымыз керек. Ал мен сіздерге таңдау мүмкіндігі болсын деп үшеуіне де қалай бару керектігін жазып көрсеттім. A, яғни museum, музейге баруға қалай жасаймыз? Go straight on Green Street, then turn right to High Street, go straight 3 minutes and it is next to post office. Яғни Green Streetпен тура жүріп, High Streetқа оңға бұрыламыз, 3 минуттай тура жүріп, пост офистің қасындағы сол жақтағы ғимарат дедім, яғни бұл музей. Екінші бізде cinema, кинотеатр. B. Go straight on Green Street, it is High Street, the building will be on the left side opposite to Sport Center. Яғни Green Streetпен тура жүріп, High Streetқа жетеміз, солға бұрыламыз, және спорт орталығына қарама қарсы ғимарат, ол бізде cinema, кинотеатр болады. Келесі соңғы ғимарат library, кітапхана. Go straight on Green Street, then turn right to High Street. Go straight 5 minutes. The building will be on the left side, opposite to hotel. Green Streetпен жүріп, High Streetқа оңға бұрыламыз. 5 минут тура жүреміз, және ғимарат отельге қарама қарсы жерде орналасады, яғни library, кітапхана. Осы 3 ғимараттың маршрутын сіздерге көрсеттім. Сіздер өздеріңіз ішінен біреуін таңдап алсаңыз болады. Келесі бізде екінші тапсырма reading, яғни оқу тапсырмасы. Task 2. Read the text and identify the writer's opinion and write yes or no next to the given statements as in the example. Екінші тапсырмада бізде текстті оқып, автордың, жазушының өз пікірін анықтауымыз керек, және төменде берілген сөйлемдерге я, жоқ деп дұрыс емес екендігін анықтауымыз керек. Dream Castle, яғни қиялдағы қамал. Dream Castle is a wonderful new film at the Sunshine Cinema. Қиялдағы қамал ол Sunshine кинотеатрында жүріп жатқан өте керемет жаңа фильм. In the film, Katie and her brother Harry visit their uncle. Their uncle lives in a big old castle. Фильмде Кейти және оның ағасы Гарри олардың дядяларына, яғни көкелеріне барады. Олардың көкелері үлкен ескі қамалда өмір сүреді. One day, Katie and Harry find a very big old door. They open the door and enter the room. Бір күні Кейти және Гарри үлкен ескі бір есікті тауып алады. Олар есікті ашып бөлмеге кіреді. In the room, a princess thinks she lived 100 years ago. Бөлмеде 100 жыл өмір сүрген ханшайым өмір сүреді екен, иә. Katie and Harry try to hide the princess from their uncle. Кейти мен Гарри бұл принцессаны ағаларынан жасырып қойғысы келеді. It is very difficult and they all have lots of funny adventures. Өте қиын болады, бірақ олардың бастарынан көптеген оқиғалар өтеді. Көптеген қызықты оқиғалар өтеді. Dream Castle is a film, but the actors also sing. Dream Castle кино, фильм болса да, актерлар ән салады. Here is what some people think. Және бұл жерде бір-екі жаңағы көрген адамдардың пікірін қалдырған екен. Мысалы, Jack, 9 years old. The film has got a good story and it's very exciting. Жаңағы фильм оқиғасы өте керемет, жақсы дейді. Emma, 8 years old. The actors in the film are very good. They are great singers too. Актерлары өте керемет, және олар өте тамаша әншілер дейді. Тапсырмасына өтейік. Answer the questions. Сұрақтарға жауап бер дейді. What were the author's feelings about the main character of the story?
оқиғаның ең басты кейіпкеріне қатысты автордың ойы қандай дейді. Және екінші сұрақ, which words help you to detect the author's attitude? Автордың қатысын саған қандай сөздер көмектесті дейді анықтауға. Менің жауаптарым міне. Бірінші сұраққа жауап, the author thinks the main characters are very kind and generous children that want to help weak princess. Автордың ойынша басты кейіпкерлер өте мейірімді және жомарт балалар, себебі олар әлсіз ханшайымға көмектескісі келеді. Келесі екінші сұрақтың жауабы, the words that they have many difficulties and have adventures to save the princess show us that the author wanted to describe the children to us as a brave and kind people because they help princess despite the difficulties. Яғни автордың қай сөздері саған басты кейіпкерлерге қатынасын анықтауға көмектесті деген сұрақ болатын. Бұл жерде жаңа көптеген қиындықтар мен жаңа оқиғаларға қарамастан олар принцессаға, ханшайымға көмектесті деген жері маған олардың өте мейірімді және батыл балалар екенін көрсетті, себебі еш қиындыққа қарамай олар әлсіз адамға көмектесуді жөн көрді. Келесі тапсырма бізде төменде берілген сөйлемдердің дұрыс еместігін анықтауымыз керек. Мысалы, Katie and Harry visit their grandpa дейді. Кейти мен Гарри олардың өздерінің аталарына барды дейді. Бұл бізде дұрыс емес жерге біз no деп жазамыз. Так, кеттік. Бірінші, Katie and Harry find the princess. Yes, себебі олар ханшайым тауып алды. Katie and Harry try to hide the princess. Yes, Katie мен Гарри принцессаны, ханшайымды жасырып қойғысы келді. The princess is sleeping for a few days. Ханшайым бірнеше күн ұйықтап жатқан екен. Жоқ, ол жерде бірнеше жыл болған. The actors sing in the film. Yes, себебі актерлар шынымен де ән салады. The film is sad. No, себебі фильм өте керемет. Осымен тапсырмаларымыз аяқталды. Сіздерге түсінікті болды деген ойдамын. Егер видео пайдалы болса, лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Іске сәт!